Мен бүгін сіздерге менің карьерамдағы ең алғаш тіккен қалыңдық көйлегінің тігу процесін айтып беремін. Бұл заказды басында алуға қорқып тұрдым, қолымнан келеді ме, жоқ па деп. Бұл көйлекті маған сеніп тапсырған жандарға рахмет. Қалыңдық көйлегін тігу маған бұйырып, нар тәуекел деп бастадым. Ең алдымен қалыңдық маған көйлектің эскизін көрсетіп, ақылдасып, демдегенде маталарын тауып тапсырыс бердік. Бірінші примерка өткізіп, матаны қия бастадым. Матаның стразалары болғандықтан тігу қиынға соқты. 10 шақты инені ауыстыруға тура келді. Барлық детальдарды қосып, біріктіріп, тағы бір примерка өткіздік. Корсет болғандықтан ішіне осындай китовый уыс салдым. Кейін қолдарын тіге бастадым. Соңғы примерка өткізіп, фатамен көйлектің ұзындығын өлшеп алдым. Көйлек қалыңдықтың көңілінен 100%-дай шықты. Сіздер де бағалап жүрсеңіздер болады. I wish this would be over now.